Бүгінгі өтетін әріптеріміз ұқсас әріптер фә, қоф әріптері. Ал кеттік. Әузубиллахи минашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Фә әріпі. Фә әріпі үстіңгі күректістің астыңғы еріннің ішкі жағына тиюі арқылы шығады. Фә әріпі ф деген дыбысты береді. Фә әрпінің жазылу үлгісі дәптерлеріңізге жазып, естеріңізде сақтап алыңыздар. Фә әрпінің харакатпен жазылуы фә, фи, фу. Фә, фи, фу. Келесі қоф әріпі. Қоф әріпі тілдің түбінің тілшеге кішкене жақындау арқылы жуан дыбысталады. Қоф әріпі қ деген дыбысты береді. Қазақ тілінде бар әріп. Қоф әрпінің жазылу үлгісі дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі қоф әрпінің харакатпен оқылуын оқып көрейік. Қ, қи, қу. Қ, қи, қу. Фә әрпі мен қоф әрпінің айырмашылығы құйрықтарында ғана. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.